Сәлеметсіздер ме? 9-шы апта сұрақтарына сұрақ-жауап. Қазақстандағы алғашқы баспасөз тарихы және қазақ зиялыларының қалыптасуы. Қазақстандағы баспасөз тарихы 19 ғасырдың екінші жартысынан басталады. Бұл кезең қазақ халқының ұлттық санасы оянып, мәдени және саяси тұрғыдан жаңғыруға бет алған уақыт еді. Сол кезде жарық көрген алғашқы басылымдар Түркістан уәлаятының газеті 1870-1882 және Дала уәлаятының газеті 1888-1902 жылдар аралығында. Бұл газеттер патша өкіметінің ресми органы болғанымен, олардың беттерінде қазақ халқының тұрмыс-тіршілігі, әдет-ғұрпы, шаруашылығы, ауыз әдебиеті мен фольклоры, ел ішіндегі жаңалықтар жөнінде көптеген мақалалар жарияланды. Газеттердің беттерінде Абайдың кейбір өлеңдері, қазақ билері мен шешендерінің сөздері басылып тұрды. Осы басылымдар қазақ қоғамына жаңаша ойлау мәдениетін әкелді. Олар арқылы халық жазба тілдің маңызын түсініп, ақпарат алу мен білімге ұмтылуға үйренді. Сонымен бірге бұл баспасөз бетінде алғаш рет қазақ зиялыларының және буыны қалыптаса бастады. Қазақ зиялылары ұлттың рухани жетекшілері болды. Олар елдің тәуелсіздігін, мәдениетін, тілін, оқу-ағартуды қорғап, халыққа қызмет етті. Бұл кезеңде Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Мұстафа Шоқай, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев сияқты тұлғалар алдыңғы қатарға шықты. Олар халықтың сауатын ашу, ұлттық сананы ояту және елді ілгері дамыту жолында баспасөзді ең тиімді құрал ретінде пайдаланды. Екінші сұрақ. Жәдиттік қозғалыс және Ахмет Байтұрсынов. Жәдиттік қозғалыс 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Ресей империясының құрамындағы түркі және мұсылман халықтары арасында таралған мәдени ағартушылық бағыт болды. Жәдид сөзі араб тілінен жаңару, жаңаша оқыту деген мағынаны береді. Жәдитшілердің басты мақсаты халықты қараңғылықтан арылтып, білім мен ғылымға шақыру. Діни мектептердегі ескі оқу жүйесін реформалау болды. Олар тек діни емес, сонымен қатар зайырлы пәндерді математика, география, тарих, жаратылыстану ғылымдарын оқытуды ұсынды. Қазақстанда жәдиттік идеялардың таралуына Ахмет Байтұрсынұлы үлкен үлес қосты. Ол қазақ халқының рухани жетекшісіне айналып, жаңа әліпби, жаңа оқулықтар жазды. Білім беру ісін реформалауға бар күшін жұмсады. 1913 жылы ол Қазақ деген газетін ұйымдастырып, бас редакторы болды. Бұл басылым қазақ қоғамындағы саяси, мәдени және әлеуметтік мәселелерді көтеріп, ұлттың бірлігі мен оянуына түрткі болды. Газет бетінде жер мәселесі, оқу-ағарту, әйел теңдігі, ұлттық тіл мен әдебиеттің дамуы туралы мақалалар жарияланып тұрды. Ахмет Байтұрсынов тек ағартушы ғана емес, сонымен бірге қоғам қайраткері, тілші, ақын және ғалым болды. Ол қазақ тілін зерттеп, тіл құралы, оқу құралы сияқты еңбектер жазды. Оның еңбектері арқылы қазақ халқының сауаты артып, жәдиттік қозғалыстың негізгі идеялары кең тарады. Келесі үшінші сұрақ. Абай мұрасының жиналып басылуы.
Абай Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны, ойшылы, философы және композитор. Оның шығармалары халықтың рухани дүниесін байытып, қазақ әдебиетін жаңа деңгейге көтерді. Абайдың мұрасын жинау мен басып шығару ісі 20 ғасырдың басында басталды. 1909 жылы Петербургте Кәкітай Ысқақұлы мен Тұрағұл Абайұлының басшылығымен Абайдың алғашқы өлеңдер жинағы жарық көрді. Бұл жинақта ақынның ең танымал өлеңдері мен қара сөздері енгізілді. Кейіннен Абай мұраларын зерттеу ісін Мұхтар Әуезов жалғастырады. Ол Абайдың өмірін зерттеп, шығармашылық мұрасын ғылыми тұрғыдан талдады. Және 1933 жылы Абайдың толық шығармалар жинағы қайтадан басылып шықты. Әуезов Абайдың философиялық және гуманистік ойларын терең талдап, кейін Абай жолы эпопеясын жазды. Бұл шығарма арқылы Абай тұлғасы әлемдік деңгейде танылды. Абайдың мұрасының жиналуы мен басылуы қазақ руханиятының дамуы үшін аса маңызды оқиға болды. Оның өлеңдері мен қара сөздері арқылы халықтың дүниетанымы кеңейді, ұлттың рухани жаңғыруы басталды. Келесі сұрақ, төртінші сұрақ, қазақ әдебиеті және баспасөз. Қазақ әдебиеті мен баспасөз бір-бірімен тығыз байланысқан, өзара әсер етуші екі сала. 20 ғасырдың басында қазақ баспасөзі ұлттық әдебиеттің дамуына зор ықпал етті. 1911 жылы Троицк қаласында Айқап журналы жарық көрді. Бұл журналды Мұхамеджан Сералин шығарды. Айқап беттерінде Сұлтанмахмұт Торайғыров, Бейімбет Майлин, Міржақып Дулатов және Көбеев сияқты қаламгерлердің шығармалары жарияланды. Журналдың басты мақсаты халықтың білімін көтеру, әйел теңдігі мен жер мәселесін талқылау, елдің мәдени дамуына үлес қосу және тағы да басқа болды. 1913 жылы шыққан қазақ газеті ұлттық баспасөздің шыңы саналады. Газет халықтың саяси көзқарасын қалыптастырып, ұлттың бірлігін нығайтты. Онда әдеби шығармалармен қатар публицистикалық мақалалар, өлеңдер, аудармалар, ғылыми мақалалар да жарияланып тұрды. Баспасөз арқылы әдебиет жаңа мазмұнға ие болды. Жазушылар мен ақындар өз шығармаларында халықтың мұң-мұқтажын, отаршылдыққа қарсы күресін, ағартушылық идеяларын жырлап тұрды. Сол арқылы қазақ әдебиеті мен жаңа бағыт, реализм мен ұлттық сана идеясына негізделген бағытқа бет бұрды.